Бүгін көріп отырған мына бейнелердің барлығы адам емес жасанды интеллекттің қолынан туған туындылар. Жасанды интеллект көз ілеспес жылдамдықпен дамуда. Бүгін ол сурет салып, музыка жазады, мәтін құрастырады, тіпті адамдармен әңгімелеседі. Адамзат бұрында талай үрейлерді бастан кешті. Вирус, ядролық қауіп, ғарыштан келетін қатер. Бірақ бүгін біз жаңа дәуірдің табалдырығында тұрмыз. Бұл жасанды интеллект дәуірі. Ол адамнан ақылды болып кетпей ме? Миллиондаған адамды жұмыссыз қалдырмай ма? Оның қауіпсіздігін кім және қалай бақылайды? Жасанды интеллект ұғымы алғаш рет ақш-та 1956 жылы пайда болды. Бұл терминді Дартмут университетінің ғалымы Джон Маккарти енгізген. Ол кезде жасанды интеллект қазіргі сияқты дамыған емес еді. Компьютерлер тек деректерді көбейтіп, салыстырып, есеп шығарумен шектелетін. Бірақ бұл машиналар қазіргі жасанды интеллектінің негізін қалап кетті. Өзі жүретін көліктер, бейне камерасы бар көзілдіріктер, диагноз қоятын дәрігердің AI ассистенттері, роботтар, мұның барлығы жасанды интеллектінің туындысы. Алдағы 5 жылда тіпті телефон керек болмай қалуы мүмкін. Оның орнын сіздің AI көмекшіңізбен байланыс орнататын радио құрылғы алмастырады. Ал жай экран орнына виртуалды экран болады. Миллиардер Илон Маск дәл осылай деп ойлайды. Сондай-ақ оның ойынша жасанды интеллект 2025 жылдың соңына қарай әлемдегі ең ақылды адамды басып озуы мүмкін. Бірақ бұл технологиялық көштен кенде қалып қоюға болмайды. Оны пайдалана білуде, зерттеуде өте маңызды. Себебі жасанды интеллект экономика, медицина, физика, биология, білім беру, өңдеу өнеркәсібі тіпті ғарыш саласында пайдаланылады. Ал жасанды интеллектіні пайдаланбау еліміздегі барлық саланың дамуын кешеуілдетеді. Сол себепті мемлекет басшысының тапсырмасымен 2025 жылы елімізде жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі құрылды. Тіпті президент өзінің соңғы жолдауын жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан тақырыбын арнады. Жасанды интеллектінің қарқынды дамуы қазірдің өзінде халықтың, әсіресе жастардың мінез құлқы мен болмыс бітіміне әсер етіп жатыр. Басқаша болу мүмкін емес. Себебі бұл үрдіс бүкіл әлемде қалыптасқан тәртіпті және адамдардың өмір сүру салтын бір жола өзгертуде. Біз бұған дайын болып, батыл әрекет етуіміз керек. Әйтпесе артта қалудың салдары өте ауыр болады. Сондықтан мен алдымызға өте маңызды стратегиялық мақсат қойдым. Қазақстан 3 жыл ішінде міндетті түрде жаппай цифрлық ел болу керек. Бұл заман ағымы, әрі біз одан кенде қалмауымыз керек. Сол үшін қазір елімізде цифрлық кодекс әзірленуде. Бұдан бөлек алдымызда Қазақстанды орталық Азиядағы цифрлық хабқа айналдыру мақсаты тұр. Сол үшін Астанада әлем AI халықаралық жасанды интеллект орталығы ашылды. Сонымен қатар биыл Қазақстанда Nvidia H200 атты суперкомпьютер іске қосылды. Бұл орталық Азиядағы ең қуатты жүйе. Жасанды интеллект қауіп емес, мүмкіндік. Ең бастысы оны басқаруды үйрену. Себебі болашақ оны қолдана білетіндердің қолында.